оқушысы Шоқан Уәлиханов атындағы номер 2 жалпы бейінді мектептің математика пәнінің мұғалімі. Аты жөнім Молдакеш Әйгерім Наубайқызы. Жоғары оқу орнын Павлодар қаласында тәмамдадым. Қазіргі таңда Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте еңбек етіп жатқаныма 3,5 жыл болды. Жас маман болу жаңа бір деңгейге қадам басқандай сәт. Дегенмен, біздің мектеп әкімшілігі, басшылықтар жас мамандарды шеттетпей, үнемі әдістемелік көмек көрсетіп, қолдау білдіріп жүретіні мені қуантады. Мектеп басшылығының арқасында мектепке тез сіңісіп кетуіме көмектесті. Математика пәнін оқушылар қиын бір пән ретінде көреді. Бірақ мен оқушыларға математиканы қарапайым тілде, оңай, тез түсініп алатын тәсілдермен үйреткім келеді. Менің таңдаған пәнім де дәл осы математика пәні. Айтып өткенімдей, математика саласына көп оқушы қызыға бермейді. Себебі оны бірден ашқаннан күрделі пән деп ойлайды. Ал мен қазір оқушыларға оны оңай, қарапайым тілде түсіндіруге тырысып жүрмін. Оқушыларды қызықтыру барысында балограмманы, ар технологиясын қолданамын, яғни қазіргі заманауи әдіс тәсілдер. Соның арқасында білім сапасы 20%-ға артты. Жол алмасын, жүректің жоғалмасын. Сәні арманың барда, шаршама қалма, жасқанып қалма, жүре бер тек алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүре бер тек алға. Арманың барда, шаршама қалма, жүре бер әрқашанда алға. Өмір сынаса, көңілге алма, жүре бер әрқашанда. Бақ жұлдызың жанады, арманға қанат қағады. Мұңайма ешқашанда өмірде, әр адам бақыт табады. Біздің жаңа тақырыбымыз екі өрнектің квадраттарының қосындысымен айырмасы. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік тілеймін. Формулаларды мұқият жазып, жаттап алыңдар, келістік пе? Біздің алдымызда отырған әрбір оқушы жарқыраған жұлдыз. Сол жұлдызды сөндіріп алмай ары қарай жарқырату ол біздің қолымызда.